келді. Нөмірі 11-ші жеңіс мектеп гимназиясының 9-шы К сынып оқушысы Құралтай Нұртөре. Green Oasis номинациясы бойынша өз жұмысымды сіздерге көрсеткелі отырмын. Бұл жолы да маған жетекшілік еткен қосымша білім беру педагогы Аясханова Салтанат Маханқызы. Болашақ жалпы орта мектебінің ландшафтын жасадым. Табиғат бұл сөз жетпес сұлулық, баға жетпес қазына, айтып жеткізе алмайтын қыры мен сыры мол құбылыстардың бірі. Сондықтан табиғатымызды аялау біздің парызымыз. Жобамыздың мақсаты оқушыларды табиғатты қорғауға тарта отырып, экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Болашақта мектеп ауласын көгалдандыру мақсатында әртүрлі гүлзарлар мен гүлдер композициясын және ағаштар мен шыршалар орналастырдым. Ландшафттың жалпы көлемі ұзындығы 60 см, ені 40 см. Мектептің ұзындығы 40 см, ені 12 см, биіктігі 15 см. Балалар демалып отыратын екі орын жасадым. Балалардың болашағы жарқын болу үшін салауатты өмір салтын сақтай отырып, түрлі жаттығу жасайтын турниктер жасадым. Мектептің сол жағына шынықсаң шымыр боласың демекші футбол алаңын орналастырдым. Ұзындығы 18 см, ені 13 см. Мектептің алдыңғы жағынан балалар демалып отыратын екі орын жасадым. Ұзындығы 10 см, ені 6 см, биіктігі 4 см. Балалардың бос уақытын тиімді пайдалану үшін жылыжай орналастырдым. Жылыжайдың ұзындығы 12,5 см, ені 8 см. Мектеп асханасында оқушыларымыздың құнарлы және табиғи өніммен қамтамасыз ету үшін биология сабағынан практикалық жұмыстар және тәжірибелер жүргізе алады. Сонымен қатар экологиялық таза өнімдерді мектеп асханасына тапсырып, оқушыларымыздың денсаулығын нығайтуға өз септігімізді тигіземіз. Мұнда қызанақ, қияр, болгар бұрышы, редиска және де тағы басқа өнімдер өндіруге болады. Гүл ек, тал ек, туған жерде түлет дегендей, ерте көктемде гүлдейтін жауқазын мен егес гүлдерін отырғызамын. Және де дәрілік гүлдерден түймадақ пен шырай гүлдерде тыс қалмайды. Себебі олар жаз айларының мен күз айларының соңына дейін гүлдейді. Қазіргі уақытта жоқ болса да портула гүлдерін отырғызуға кеңес беремін. Себебі олар желге шыдамды, жерге төселіп өсетін гүлдер. Мектептің айналасына қылқан жапырақты ағаштарды отырғыздым. Себебі жапырағы ағашына қарағанда шаң тозаңды 20-30 есе көп тазартады. Мектептің айналасына дәрілік бұталардан итмұрын, долана, сирен, қара жидені отырғыздым. Себебі итмұрын мен долана жаз айларында өзінің жемісін берсе, сирен мен қара жиде жаз айлары мен күз айларының соңына дейін өзінің хош иісін береді. Және де айта кететін жағдай, мектептің айналасына айналдыра жарық шамдарын орналастырдым. Қорытындылай келе, адамдардың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың мұнайтуға тілі жоқ дегендей, табиғатымызды аялау біздің парызымыз.